南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。再为秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Yovcan, Шығыс елі арасында ардагерлермен әйгілі қой. Сынжаннан кейін Сынчан, Жуйден кейін Лоусоу, Лимаңнан кейін тағы осы Лоушын шықты. Бұл адамның атағы шықпағанымен, мұндай қайсар боларын кім білген? Үсті-үстіне жеңілсе де мойымай, намысын жібермей, патшаны ақыры шырғасына түсірді. Бұл адамның айласы мен батылдығы кезіндегі Жуйден кем түспейтіндей. Солай. Шығысу бектігі осы ардагермен 20 жыл қамсыз болатын болды. Егер патша осы жолы жеңілсе, Сейші, Вейшу, Ушбектікте тағы қандай жағдай жарыққа шығады? Менше, осы чайқастан соң Ушу бектіктерінің жасағы жасып, Үй бектігі басым орынға шығар мекен. У бектігі мен Шу бектігі ескі кекті жойып, Үй бектігіне бірге қарсы тұрғанда ғана еліргесін сақтай алады. Жарайсың, Масу. Мынадай біліміңнің барына ерекше қуандым. Сенің дарының да Лоушиннен кем түспейді екен. Асыра мақтадыңыз. Кел. Мына шепті білесің бе? Мынау мырзаның ерте тапқырлаған шытырман шебі. Мерт болу, су ішкілік, жарақат, түйік, үміт, ажал, үрей, ашық сынды 8 есіктен тұрады. Білмейтін адам кірсе, қашып құтылуы мүмкін емес. Жажаң ауданның қарсында бір шатқал бар, Ифу құйған деп аталады. Ол араның жылғасы шытырман, шеп жаюға қолайлы. Сен 2000 жасақты бастап, түнделетіп Ифу құйғанына жетте осы карта бойынша ашатын жерді ашып, тас үйіп, ор қазып, осы шепті құрып шық. Бұл шеп Лоушиннің қалың қолын жең алмасы да оның зәресін алып, біраз күн аялдатар анақ. Әміріңізге құлдық. Тоқта. Мынаны шеп ортасына қойып қой. У қол ашатын болсын. Мырза, мұның ішіндегі не нәрсе? Менің Лоушинға айтар сәлемім. Бас өзір. Жау инсанға батыс жана қайтып келді. Тез шақыр. Ләппей. Бас өзір, мені түнделетіп, қандай шаруамен шақырдыңыз, Жеңжуға шабуылдаймыз ба? Зылың-ау, санаулы күнді патшаның жеңілген қабары бізге жетеді. 700 мың қолымыз төтеп бере алмас бекен. Немене? Не өйтеді? Әлі күннен бері жеңіс қабар үзілмеп еді. Патша сізге астананы көшіру ойластыр деп еді ғой. Бақ пен сұр егіз деген. Патшағзан бірнеше шайқасып, жеңіске жетсе де қайтқысы келмеді. Жас шыққан соң шіліңгір ыстықтан тайсап,
қалың қолды таулы орманға көшіріпті. Ағат кетпесем, Лаушын сөзсіз отпен шабуылдайды. Біздің қалың қолымызға үлкен апаттың көлі тұр. От шабуылы. Кезіне Чыбый шайқасында сіз Жуйға шығыс желін соқтырып, отпен саусаудың қалың қолының шақшалекен шығаруына көмектескен едіңіз. Мұндай дүниені дүрсілкіндірген сәл көз алдымызда. Патша мұны ұмытып қалған ба? Жаңылмас жақ сүрінбес тұяқ жоқ. Иеміз өзім патша атаған соң теңдессізбін деп ойлады. Болды. Бұларды айтпайық. Зұлым, сен бұрын патшаны талай қатерден құтқарған едің. Бұл жолда өзіңді әурелемекпін. Бас уәзір бұйрық беріңіз. Қалай істейді? Қанша жасаға келдің? Жаяу жасақтан төмен, атты жасақтан төмен. Жаяу жасағың жарамайды. Барлық атты жасағыңды бастап түнделетіп Шаутың алдыңғы шебіне жетіп, Лаушынның өкшілей қуын тос. Патшаны құтқарған соң дереу Байдичін қатартыңдар. Әміріңізге құлдық. От жебе атылысымен жау бекінісіне отпен шабуылдаңдар. Жау қолы Аласапыранға түскенде соңымнан еріп алғым тұлыңдар. Тай тұтықтың әмірі. Қырыңдар, қырыңдар. Деубейді тірі ұстағанға дейін қуа жүріп қырыңдар. Әмірге құлдық, қырамыз, қырамыз. Деубейді тірі ұстаймыз. Бұл шайқаста тек қана жеңеміз. Жеңсек болмайды. Жеңеміз, 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 жеңеміз. Белгі беріңдер. Ләппей! Қамызыңдар! Атыңдар! От өшіріңдер, қолымдар кет! Köpçülük, basmayınlar, varlıkları magallesinler! Köpçülük, basmayınlar!
Mehmet Paçazam, жау аяқ астан отпен шабуылдап, өрт үдеп келе жатыр. Үш қолсың қолы ала сапыранға түсті. Отпен шабуылдады ма? Солай. Бекіністеріміз орманшының орнасып, күзде орман құрап тұрғандықтан от исімен лаулай жөнелді. Маңайдағы 100 шақырым аумақтағы бекіністердің түгел от теңізде айланғанын көрдім. Қанжарым да кел. Патшағзам! 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 Тез кетейік! Он құлымдар! Любите Түркістандар! Любите Түркістандар! Патшағзам! 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 Тез атқа болыңыз! Болыңыз тез! Патшағзам, тез атқа қоныңыз! Патшағзам, сіздің орға қоршауды бұзып шығайын! Патшағзам, тез атқа қоныңыз! Патшағзам! Тез патшаға атқа мінгізіңдер! Болыңдар тез! Деп жатыр. Ой, тез! Бекпенің жасағы не деп айғайлап жатыр? Олар әмір таратып, патшағзамды тірі ұстаймыз дейді. Любите Түркістандар! Патшағзам! Патшағзам! Кетейік! Не кетпеймін! Бекініске әмірімді жеткіз! Жаумен шешуші шайқас жасап, Лушынды өлтіріңдер! Патшағзам! Болыңыз тез! Патшағзам! Кетейік! Кетейік! Қырыңдар! Патшағзам! Патшағзамды қорғаңдар! Патшағзам! Қырыңдар! Қырыңдар! Түнкәнді өлтіріңдер! Лушынды өлтіріңдер! Жылытуды жойыңдар! Түнкәнді өлтіріңдер! Тай тұтық, жалғыз шауып, оның шытырман чебін бұзып тастадыңыз ғой. Қалай? Нағыз әулие екенсіз. Мен әулие емеспін. Көңмен нағыз тасада қайдағыр екен. Мәлмет! Тай тұтық, тас үймен төбесінен бір қорақты байқап алып келдім. Хош көрейік. Тай тұтық, бір шегітке бір тәует салыныпты, екеуді өлген екен. Тәует шегітке кетенсі, тәуетке шымшық төнер. Бұның мәнісі не? Көңмен бізге Саупидің орайдан пайдаланып, Дария шығысына шабуылдауына сақтануды айтып отыр. Үйтпегенде, тәует те шегіртке де құрмет дейді. Жүрек, чүп! Тай тұтық, иеміз бекіністе күтіп отыр. Жарайды. Тай тұтық Любидің соңынан қуған кезде Сауфиде қолын сайлап үлгіріпті. Ол саурындағы саңғын етіп, 100 мың қолмен Рушидан Саушуды сол ғана саңғын етіп, 50 мың қолмен Дункудан Саужынды оң ғана саңғын етіп, 50 мың қолмен Нәнжіннен аттандырып, 200 мың қолын Чиңшанға төндіріп келеді. Иеміздің жоспарлақ қойғанына сенемін. Жауға қалай төтеп беретініңізді сұрағым келіп отыр. Саупидің аяқ астынан қол аттандыруы қосынымыздың бейғамдығынан пайдаланбақ болғаны. Зәуде қалам сақылайса екенімізді білсе, жан-жақтылы ойланар еді. Мен Лүйфәнді 30 мың қолмен Саушуға төтеп беру, Жуқыңды 30 мың қолмен Саужынға төтеп беруге жібердім. Олар қаланың негізгі бекіністерін игеріп болды.
Оның үстіне жуқың торуыл құрып, елінің атойшы қолын жер жастандырмақшы. Жарайды. Жуқан Лүйфәндер біздің жас батырларымыз. Сонда Саурынға төтеп беруге кімді сайладыңыз? Өзге ешкім емес, Тайтытық өзіңіз барасыз. Төреміз Жеңшаңдағы әр қорғанға Тайтытықтың жалауын қадатып, бекіністі берік сақтап шайқасқа шықпауға бұйырды. Саурын мұны көріп, байыбына бара алмайды да, сізді қайтып келіп қарсаттанған екен деп қалады. Оның үстіне қалған екі бағыттағы өй қолының жеңілсіз хабары жеткен соң, бірнеше күн өтпей, Саурын да амалсыз шайқасуға батынбай кері қайтатын болады. Ием данышпан екенсіз. Пақырыңыз сізге мойынсал болды. Боян Зөй, алдымен бір тостаған көтерейік. Айтарым бар. Илин шайқасынан кейін қосынымыз жалпы жеңіске жетіп, Леубей ойсырай жеңілді. Вей шу Үшпектіктің жағдайында зор өзгеріс туылды. Сендерше, біз енді қандай шайқас тәсілін қолданғанымыз жөн? Илин шайқасынан кейін Леубей көп саңғын жасағынан айырылды. 700 мың қолынан санаулы адам ғана қалды. Ел қуаты әлсіреді. Ал біз жеңіске жетсек те, жан қиған сарбаздарымыз 100 мыңнан кем емес. Оның да маңыздысы, шайқас біздің талай жылдан бергі запас қорымызды тақата ұсты. Ал Сауфи әлденіп алып ат жасағын тыңайтып, қосындарын жаттықтырып алды. Төрем, ақиқатын айтсам, қазір Үшбектіктің ішінде Үйбектігі ең мықты, ал Ушу бектіктері одан әлде қайда әлсіз. Онда айтыңдар шығане. Ендеше біз күшті жауға қалай төтеп береміз? Ием, сонда сіз Сүнли одағын қалпына келтірмексіз бе? Зөй, сені Бәйдишінға барып қайтуға жұмсамақпын. Шу қолынан олжалаған жасақ, кеме, арбаларды Леубейге түгел қайтарып берейік. Төрем көреген екенсіз. Пақырыңыз әміріңізге дайын. Патшағзам, бір күн нәр татпадыңыз. Азырақ көрішіңіз. Патшағзам, бұл істе ойлаңыз, денсаулығыңызды аяй көріңіз. Малияма, Чаңдудан майданға барып, тағы мұнда келдің. Жапа шектің. Тез барып, дем ол. Пақырыңыз қайтты. Залон, жасырып қайтейін. Дәл қазір жағдайым ауырлап барады. Бұл жолы төз алар емеспін. Патшағзам, бүйтіп айта көрмеңіз. Әсті айтпаңыз. Айта көрмеңіз. Күмеңдер неге жет алмай жатыр? Жарлығыңызды жеткізуге кісі жөнелткенмін. Осы 2 күнде Ханзада екеуі келіп қалар. Салам,
Saygılın ömünde aldına şık. Tez gelsin, tez bolğan sayın жақсы. Қазырақ шығайын. Тез қайтып келем. Тамақ ішіңізі. Сөзсіз тахтам, tez бар. Мәртебелім, бас уәзір, санат төресі Лиулық келіп тұр. Мәртебелімге сәлем, бас уәзірге сәлем. Жыңфаң, Чаңдуда тағы қанша жасағымыз бар? Тағы 15 мыңдай вулан бар. Қорған күзетінде тұрғандардан басқасы түгел жемшеп әзірлеуге кетті. Осы жасақтың бәрін Виянның бір тұтас қолбасшылығына өткіз. Бұл неліктен? Жемшіп әзірлеудің қажеті қалмады. Өзің мұрагер Ханзада екеумізге ілесіп Байдичинға барасың. Не істі олды? Хан әкем илінде ойсырай жеңіліп, Байдичинда қал үстінде жатыр екен. Бізді кездесуге шақырыпты. Мынау қол басқаратын әмір белгісі. Үйсанғын жақсы сақтағайсың. Виян, Чаңдуды өзіңе тапсырдық. Әсте айырлық болма. Бір еріс болса, Байдичинға түнделетіп адам жіберіп маған айт. Әміріңізге құлдық. Бара бер. Жыңфаң, сен де сарайыңа барып қамдана бер. Таң атысымен жолға шығайық. Әміріңізге құлдық. Мәртебелім, жақсырақ демалыңыз. Байдичиннің жолы ұзақ. 3 күнде әрең жетеміз. Бас уәзір, әкем өле ме? Қай-қайдағын ойламаңыз. Ертерек демалыңыз. Иә. Бас уәзір, керек нәрселерімді ала жүрсем бола ма? Керек жарағыңызды жасауылдар дайындап қояды. Алаңдамаңыз. Онда шегірткемші. Немене? Мен мұны екеуін жанымнан тастамаймын. Мәртебелім, патша хал үстінде жатыр. Егер ол кісі мына нәрселерді көретін болса, ашуланбай қалсын ба? Россия, онда алмай қойайын. Патшақсам, уәзіріңіз кеш қалды. Хан әке. Көңмен, тез тұр. Патшақсам, Неше күннен бері өткен істен ашты сабақ алдым. Бірақ бәрібір ет бауырым есіліп барады. Патшақсам, жақсы күтініңіз. Тындырарымыз әлі көп. 20 жылдың алдында сені күркөңнен жалынып шығарып, барлық істе ақылыңнан шықпады. Бірақ бұл рет өктігіне жаза жорығына шыққанда сыңар езулікке басып, ақылыңды алмадым. Сонан міне ойсырай жеңілдім. Менің өзегім өртеніп барады. Патшақсам, ағаттық менде. Әсілі ерте ескерсем,
Loşunda sözsüz jemir ediniz. Pakırınız sizge kınaldı. Kummin katilik mende sahip gelgende taht oturup padşa bolgan soň kısa akılına kulak asmadım. Köngülüm dağıttım. Patçaksam. 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 Ne boldu? Şığı su bektiginin kemileri deryadan ötüp geledi. Beydi içine tayak baldı. Ha, topanıgan şeken. Şolgunçu jasaulağısından qaraganda kemi toluk jasakpen at kölük. Şaması 20-30 ming adamdan kemi emes siyaktı. Kummin Patçaksam. şarlıq çayqasqa dayındalыңдар. Patçaksam jatыңыз. Жауға төтөп беруді маған тапсырыңыз. Залоң, қаланың барлық қақпасын жауып, саңғындар шайқасқа қамдансын. Бұйрық бермейінше ешкімде қаладан шықпасын. Әміріңізге құлдық. Патшағзам. Патшағзамға сәлем. Еучаң, не жұмыс? Мәлімет басы өзір. Шығыс қақпада қарауыл саңғын, шығыс убектігінің елшісі Жугызин Сүнчуәнің әмірмен қалаға кіруді талап етті дейді. Өзіріңіз Жугызинді қабылдауыңызды сұрайды. Kummin men üçün sen gezek. Ola ne demek şekin? Патшағзам, Жугызин менің ағам. Мұндай кезде онымен жолығуыма мүлде болмайды. Оның айтары болса, сізге жолығып төт айтуы керек. Патшаның жарлығы, шығыс убектігінің елшісі Жугызин кірсін. Әміріңізге құлдық. Шығыс убектігінің уәзірі Жугызиннен патшаға сәлем. Рахмет, патшағзам. Патшағзам, мен Уелі сұлтанының әмірімен тұтқындалған 20 мыңнан артық жасақ және қару жарақ кеме арбаларды түгел қайтаруға келдім. Сұлтанымыз тағы менен сәлем айтты. Илин шайқасында убектігінің жеңуі бағының зорлығынан болды. Убектігінің сұлтаны патшаның кешіруін тіледі. Патшағзам, Уханның ойы көнегекті қойып, шығыс убектігімен одақтасып, Уй еліне бірге қарсы тұруды үміт етеді. Qaneке, sen meni tavalaqalı geldin be. Патшағзам, Зейін, қайда тұр, кей сөйлесейік.
Патшамыз жеңілістің есесін қайтарып алғалы жатқанда бірлікке шақыра келгеніңізге рахмет айтам. Осы пейілдеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Ой, ортаншыным тартынып қайтесің. Патшаға ештеңе болмаған шығар. Патшаның әлгінде ашу қысып кетті. Қазір тынышталып ұйықтап қалды. Онда жақсы болыпты. Ортаншыным, сенше патша бұл жолы шығыс убектігімен одақ құра ма? Патша оңай қоймайды. Бірақ бұған мақұл болады. Бұл сөзіңнің мәнісі не? Өйткені бізде басқа талғам жоқ. Ұлым-ау. Қанеке, ояндыңыз ба? Мен қанша уақыт ұйықтадым. Тұп-тура бір күн ұйықтадыңыз. Бір күн. Өстіп, маған қарап отырдың ба? Қасыма кел. Жүгініп отыра берме. Жер суық. Жоғы жеңғайды. Бас уәзір оны түзелханаға орналастырды. Бас уәзір онымен келісімге келді ме? Келісім? Қандай келісім? Шығыс убектігімен қайтодақтасып, убектігіне бірге қарсы тұру. Енді есіме келді. Бас уәзір, сіз оянған соң жарлығын күтейік деген. Адо, сен қалай қарайсың? Ұлыңыз айтқаныңызды бұлжытпай орындайды. Сен неге өзің бір шешімін ойламайсың, Мұрағир ханзада екеніңді ұмытпа. Ұлыңыздың білерменсуге дәті бармайды. Сенен сұрайын. Егер мен көз жұмсам, ұлы хандығына мұрагерлік етіп, хан әулетін көркейт аласың ба? Олай болмайды. Сіз өлмейсіз. Өст олай болмайды. Қашқалақтама. Айтқане, ұлы іске мұрагерлік етуге батылың бара ма? Ұлыңыз ежелден бұл істерді ойлаған емес. Мен тек... Не демексің? Өмір бойы сіздің ұлыңыз болып жүре бергім келеді. Қанеке, анашам сөніп қалды. Шам сөнген екен. Не істеуің керек? Ұлыңыз айтқаныңыз бойынша істейді. Адо, егер қараша үйде туған болсаң, сен бәлкім бақытты, көңілді жасайтын шығарсың. Жоқ, қарашаның үйінде туылғын келмейді. Ұлыңыз сізді өмір бойы күтуге пейіл. Өмір бойы ұлыңыз болуға пейілмен. Бас уәзірге айт. Сынчан мен одақты қайта құруға мен мақұлмын. Қанжар алып кіруіңізге болмайды. Вәзіріңіз Лиеннен патша ағзамға сәлем.
Тірегіл. Рахмет, патша ағзам. Көріп тұрсың ғой. Дәм тұзым аз қалды. Алдыңғы патшаның артынан кеткелі жатырмын. Патша ағзам, олай дей көрмеңіз. Бұрынғылары елуден үргөлімнің өкініші жоқ дейді екен. Жасым 60-тан асты. Енді не арман? Әйтсе де ол істі тындыра алмағаным өкінем. Патша ағзам, жазмышыңыз сөзсіз жақсылыққа бастайды. Жаңфаң, патша ағзам, саған айтар бірнеше ауыз сөзім бар. Алдияр, айтыңыз. Мен жаһанды 40 жыл кездім. Талай жанды көрдім. Қоңжан екеуің сияқтыларды сышқан жерінің егейлері деуге болады. Әсіресе сен. Мен батыс жанға кірген соң қолым жеткен ең айтулы уәзірім болдым. Қалам мен қаруға да жетік. Ойламың терең. Маған адал болдың. Шу бектігінде де беделің бөлік. Бірақ бас уәзірмен неге ота салмадың? Уәзіріңіздің дәті бармайды. Жаңфаң, бас уәзірдің дарыны мені орайды. Сен оған астар бола алмайсың. Мен көз жұмып жатсам, шу бектігінің тағанда уәзір болған сендер. Патша бас уәзірмен бір тілекте болып, қиындыққа бірге төтіп беріңдер. Өстігінде ғана еліміз гүлденіп көркейіп қалмастан, сенің де атың тарихқа қалады. Пақырыңыз, айтқаныңыздан шықпайды. Лиян, жарлықты тыңда. Пақырыңыз дайын. Мен сені Мұрағир ханзаданың ақылманы етіп, қосымша бек лауазыман бердім. Адуға ақылыңды көбірек айтарсың. Жек көргенің бәрі жаман. Тәуір көргенің бәрі жақсы бола бермейді. Дарындыға жол екі жақсыға қол бергенде ғана өзін қорғай алады. Мен тағы сені шу бектігіндегі қара мен төрені жұмылдырып, көмменге көмекші болып, ол істі бір орындауыңды тілеймін. Патша ағзам, мен үшін бәрінде ойлап қойыпсыз ғой. Пақырыңыз неше өліп, неше тірілсе де, мейіріңізді ақтай алмас-ау. Бас уәзірмен өлгенше бір ниет, бір тілекте болуға, аға бауырдай бауырмалдықпен
мұрагер ханзадаға қолғанат болып, ел істерін орындауға ант етемін. Мына сөзің жанымды жадыратқандай болды. Өзің аманат. Патшақсам, сау болыңыз.山川